Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Бүгін сіздерге бой жайлы факттарды айтатын боламын. Яғни бойды өсіру үшін бізге қандай нәрселер керек және де не істеу керек. Бәріміз білетіндей, бой өсіру үшін бізге растяжка керек. Там мен айтып жатқанда ұйқы, вазирание деп айтып отырмын ғой. Бірақ главный нәрсені сендерге айтпай кетіппін. Оны бүгінгі видеода көретін боласыздар. Бірінші тамақ, біз тамақтарға қарайтын болсақ, бізге бірінші овсянка керек болады. Овсянканы не үшін жеу керек? Өйткені овсянкада медленный углеводы дейді. Углеводы дегеніміз ол көмірсулар. Бізге яғни медленный углеводтар керек, яғни асықпай қорытылатын. Көмірсу не екенін білетін шығарсыңдар, егер де білмей жатсаңдар, интернетке жазып көріңдер. Көмірсулар деген бізге энергия беретін тамақтар былай айтқанда. Егер де бізде көмірсу болмайтын болса, бізде энергия да аз болады. Сондықтан екіге бөлінеді ғой көмірсулар. Медленный және де быстрый. Быстрыйға мысалы шоколад жатады. Шоколад жесек бізде энергия көп болады, өздерің байқайсыңдар. Резко. Ал бізде медленный углеводтарға андай овсянка, сондай банан, сондай сияқты тамақтар жатады. Сондықтан достар, сіздерге совет ететін овсянка жеген дұрыс болады. Және екінші сіздерге совет ететін ол үйлеріңде сүт болса, сүт ішкен дұрыс болады. Өйткені сүтте кальций көп, өздерің білесіңдер. Сондықтан сүтті де көп ішуге тырысайық. Осы овсянка мен сүтті қосып та тамақ жасай беруге болады. Және де сіздерге айтатыным, яғни бізге де капуста жеген дұрыс. Сосын өздерің білетіндей морковь жеу керек. Сәбіз не үшін керек? Сәбізді өздерің білесіңдер, сәбізде А витамині бар. Бізге бұны көбірек жеуге тырысу керек. Кстати, мен сендерге бір факт айтайын. Менің бойым өсейін деп жатқан кезде, бойым енді өсіп келе жатқан кезде, мен мамам кәдімгідей тамаққа білмеймін, морковь кәдімгідей қоса беретін. Сосын мен уже өсе бердім. Бүкілінен кәдімгідей жаман. Потом уже біртүрлі да, мен ең ұзынмын класста ше. Потом үйдегі мамаға айттым, уже морковь қоспа, мен уже кәдімгідей өсіп баратырмын, не болып баратырмын деп. Білмеймін, ол ең главный факт па, бірақ именно сол кезде морковьқа енді тамаққа қоса берген мама. Сондықтан мамаларына да айтып қойыңдар, морковьпен тамақ жасасын деп. Морковь жеген пайдалырақ болады, және де арасында салат, бір капустадан жасауға. Сосын күніне уақытылы тамақ ішіп, уақытылы су ішіп жүрген дұрыс болады. Суды ұмытпаңдар, ешқашан ұмытпаңдар. Күніне бір, егер де өздерінің ростарына байланысты ғой сендердің, где-то бір 1 литр, 1,5 литр ішуге тырысыңдар. Енді қазір ораза айы, енді ораза айы біткеннен кейін денсаулыққа да көңіл бөлу керек. Сондықтан суды да ұмытпаңдар. Сосын тағы да сендерге айтарым, анда-санда болса да балық жеп тұруға тырысыңдар. Өйткені балықта өздерің білесіңдер, өте пайдалы. Немесе балық жеуге нелер болмаса, мысалы желанияларың болмаса, рыбы жир деген нәрсені білетін шығарсыңдар, соны жеуге тырысыңдар. Омега-3 дегенді ішіндерінің жақсы енді бар, кәдімгідей витамині көп. Ішуге сендерге советую етемін. Углеводтардың ішінен көмірсулардан алатын болсақ, гречка жеген жақсы болады. Өйткені гречкада тоже медленный углеводы. Медленный углеводыға жатады. Сондықтан әрқашан тамағымызға да мән беру керекпіз. Ұйқыға мән беру керекпіз. Біз аз ұйықтамау керекпіз. 10-11 сағат ұйықтаңдар точно дейін. Ол болмай жатса 11-12 сағат ұйықтаңдар. Өйткені біз ұйықтаған кезде барлығы ол өседі, гормондар жақсы жұмыс жасай бастайды. Короче, өсудің нағыз процесі сол кезде болады. Сондықтан көбірек ұйықтауға тырысайық, уақытылы ұйықтауға, және де качественно ұйықтау керек. Мысалы, біз 11 сағат ұйықтаған өзінде бір қайта-қайта ояна берсек, қайта-қайта жыбырлап, мың рет тұра берсек, уже ұйқыдан ол ұйқы бұзылады да, бізге качественно ұйқы керек та. Бір ұйықтағаннан кейін кәдімгідей жақсылап тұрып ұйықтайтын. Сондықтан сендерге ұйқыны және де осы тамақтарды советую етемін. Өздерін осы тамақтарды ішіп жеп көріңдер. Осы тамақтардың ішінен барлығын қолдандым деп айта аламын. Бірақ рыбы жеп көрмеп, бірақ көбі советую етеді. Омега-3 ішіп көріңдер. Сүт ішіңдер, сүтті мен жақсы көремін кәдімгідей. Сүтте кальций көп, сондықтан сендер не только ұйқыларға, және де тамаққа да мән берген дұрысырақ болады. Аман, сау болыңдар.